Сәлеметсіздер ме? Мен Дулатұлы Сұлтан, экоблогер әлеуметтік бейнематериал форумының қатысушысы. Мектеп жанындағы интернаты бар жалпы орта білім беретін номер 6 мектебі. Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің 9 сынып оқушысы. Жетекшім Сағынбаева Нұргүл Оразханым. Қазір біз Аягөз ауданымыздың темір жол бекетіне келдік. Бұнда менің келу мақсатым бұл жерде арнайы қоқыс салатын жәшік осы біздің темір жол бекетімізде ғана бар. Осындай жәшіктер біздің Аягөз ауданымыздың әр жерлерінде көптеп болатын болса, бұл біздің ауданымыздың экологиясының жақсаруына бірден-бір өзінің үлесін қосар еді. Саламатсыз ба? Сізден осы біздің Аягөз ауданымыздың экологиясы жайлы пікіріңізді сұрасақ, бір-екі пікіріңізді айта кетсеңіз. Біздің Аягөз өте әдемі қала, бірақ өкінішке орай көшеде мусорлар өте көп шашылып жатады, экологиялық жағдайға байланысты айтсақ. Соған орай халық өз мусорларын арнайы жәшіктерге салса, соған орай арнайы жәшіктер көп жерде жиі орналасса жақсы болар еді. Сол айтарым экологиялық жағдайға байланысты. Қазір біз Аягөз ауданымыздағы арнайы қоқыс үйінділерін тастайтын орынға келдік. Бұл жерде көріп тұрсыздар, қоқыстардың саны жылдан жылға артып келеді. Менің қатты байқағаным бұл жерде пластик бөтелкелердің саны өте көп. Пластик бөтелкелер жалпы қаншама жылдап жатса да шірімейтіні бәрімізге белгілі. Әр адам қоқыстарды арнайы жәшіктерге тастаса, еліміздегі экология қарай дамиды. Қалдықтарды әрқайсымыз өндіреміз, және ертең қанша стихиялық қоқыс үйінділердің пайда болатыны олардың жауапкершілікпен басқаруға байланысты. Халықты экологиялық жауапкершілік танытуға және коммуналдық қалдықтарды тек арнайы бөлінген орындарға тастауға, сондай-ақ оларды сұрыптауға шақырамыз. 2023 жылдың қорытындысы бойынша шамамен 4,1 миллион тонна коммуналдық қалдық түзілді. Оның 24% қайта өңделді. Экология және табиғи ресурстар министрлігі қоқыспен жұмыс істеу мәдениеті балабақшадан бастап университетке дейінгі барлық деңгейдегі білім беру бағдарламаларына енгізілуі керек деп санайды. Елімізде қоқысты кәдеге жаратып, өңдеуге ынталы кәсіпкерлер де көбірек болуы маңызды. Расында да қоқыс табан астында жатқан шикізат. Қалдықтарды кәдеге жаратуды бизнес ретінде әлеуметтік маңызды салаға жатқызуға болады. Бұл қызмет түрінің пайдасы тек кәсіпкердің әмиянында сезіліп қана қоймайды. Сонымен қатар айнала тазарады. Тиісті бизнес жоспарды муниципалды органдар бекітіп қана қоймай, бюджеттен гранттар мен субсидиялар алу мүмкіндігі де бар. Сөзімді қорытындылай келе, Аягөздің табиғаты тамаша. Жасыл желек көз тоймайды қараса. Таза суым, таза ауам тұнығым, жер үйғым, егер өзің қараса деп аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет.